Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге пиццаның жасалу жолының ең оңай тәсілін көрсететін боламын. Видеомызды бастамас бұрын арнама тіркеліп, осы жазбаға лайк қойып қойыңыздар. Енді жасалу жолы: ең алдымен жылы сүтімізге 2 шай қасық қант және де 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Яғни қант мен тұзы ерігенше. Келесі кезекте біз дрожжи қосамыз, яғни 1 шай қасық болуы қажет. Араластырамыз және де осыны жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Яғни дрожжи ісінуі қажет. Міне менде 10-15 минуттай тұрды. Бетінде осындай аппақ көбік секілді шығуы керек. Және осыған сұйық май қосамыз. Барлық ингредиенттерді описанияда қалдыратын боламын. Енді осыған ұн қосамыз. Ұнды електен өткізу арқылы қосасыздар. Ұнымызды қосқаннан кейін жақсылап араластырып қамыр илейміз. Қамырларыңыздың қатты болып қалмауы қажет. Яғни жұмсақ қамыр илесеңіздер болады. Егер де қамыр қолға жабысып жатқан болса, онда сұйық маймен қолдарыңызға жағып, осы қамырды ары қарай илесеңіздер болады. Енді осыны жылы жерге 1-1,5 сағат аралығына қоямыз. Міне менде 1-1,5 сағат аралығында тұрды. Жақсылап көтерілді және де шет-шеттеріне тіпті жабыспайды да. Енді осы қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Яғни менде 2 пицца шығады. Осыны табамызға жақсылап жайып шығамыз. Жайғаннан кейін ол жайылып қалуы мүмкін, бірақ оны кейін тағы да жайып аласыздар. Енді менде салмасына кетчуп, майонез, соленые огурцы, помидор, және де сыр, және де колбаса. Енді кетчуп пен майонезімізді жақсылап араластырып, осы біздің тестамыздың бетіне жағамыз. Менде айта кететінім, салманы өздеріңіздің қалауларыңызша алсаңыздар болады. Мен салмасын бәрін қойып шықтым және де осыны бір 10-15 минут аралығында пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін қызаруы тиіс, және де қызарғаннан кейін осының бетіне сыр себетін боламыз. Сырды бірден салуға болатын еді, бірақ сыр күйіп кетуі мүмкін, сондықтан бір 10-15 минут өткеннен кейін бетіне сеуіп шығамыз. Және де осыны 10 минутқа духовкаға салып аламыз. Менде екінші пиццаның салмасы осылай болып шықты. Енді осыны да 10-15 минут пісіріп аламыз. Одан кейін бетіне сыр себеміз. Осымен дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шығады. Менің арнама тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.